сөздерді берген. Бізде дағды, кәсібилік, білім, тәжірибе, коммуникативтілік, құзыреттілік, креативтілік, шығармашылық, жаңашылдық, креативтілік. Енді осыларды біз өзіміздің неміз бойынша қойып шығатын болдық. Біз ең бірінші дағдыны қойдық. Не үшін? Дағды әдет болмаса, ең бірінші дисциплина дейді ғой, сол болса, бізде ары қарап ол коммуникативтілік екіншіміз. Ол қазіргі оқушылар біздің психологиялық жағынан өте қиын оқушылар ғой. Олармен дұрыс қарым-қатынас жасай алмаса, біз ары қарап ол сабақты да өте алмаймыз, ары қарап жұмысымыз да жүрмейді. Одан кейінгі біздің үшінші қойғанымыз кәсібилік. Біздің коммуникативтілік пен дағдымыз арқасында біздің кәсібилігіміз өседі. Әр оқушыны әр түрлі қиын баланы да, мықты баланы да жұмыс істесек, кәсібилігіміз арта береді. Одан кейінгі біздің неміз төртінші білім. Білім не үшін біз бірінші үшеуінен кейінгі білімді қойғаным, алдындағы үшеуін дамытпаған адам білім бере алмайды. Білімді адамнан кейін біз білім беру арқылы ары қарап өзімізге осы төрт дүние арқылы тәжірибе жинаймыз. Тәжірибеден кейін осы 5 дүниеден кейін біз әр сыныпқа кірсек, өзіміздің мұғалімнің құзыреттілігі, сыныпта оқушының қандай қиын сынып болса да құзыреттілігіміз артып бастара аламыз. Өте қиын сынып болса да, қатты ақылды сынып болса да. Одан кейінгі бізде 7 мен 8 бізде жаңашылдық және креативтілік екеуі қатар жүретін ұғым. Қазіргі уақытта жас талғамайды бұл. Жас болсын, кәрі болсын, қазіргі заман талабына сай оқушылардың ыңғайына қарап, оқушының деңгейінде жүріп, біз креативті болып, жаңашылдыққа икемденіп, ең соңында шығармашылық табысымыз мол болуға жетіп ойлаймыз.